Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім тұманды қала және кектің басталуы. Бір тұманды қаланың заңы. Астананың шетіндегі өндірістік аймақ. Мұнда заңдылық пен тәртіп тек қағаз жүзінде ғана қалған. Ескі зауыттар мен қоймалардың арасындағы тар көшелерде көлеңкелер тобы жергілікті олигархтың жеке күзетшілері қаланы өздерінің меншігіндей көріп, қарапайым халықты қорлап, бизнес иелерінен ашық түрде пара алатын. Олардың ішіндегі ең қатыгез адам Батыр есімді топ басшысы. Ол өзін заңнан да, Құдайдан да жоғары қоятын, ешкімнің сөзіне тоқтамайтын, өктемдікке құмар біреу еді. Осы аймақтағы ірі логистикалық орталықта қарапайым күзетші болып істейтін Ерлан есімді жігіт өзінің тыныш өмірімен өмір сүріп жатқан. Ерланның сыртынан қарағанда ерекшелігі жоқ, қарапайым, сөзге сараң, бойы ұзын жігіт. Алайда ешкім оның өткені туралы білмейтін. Ерлан бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бүркіт арнайы жасағының үздік офицері, талай қанды шайқастың бел ортасында жүрген, жауды бір қарағаннан ақ анықтай кәсіби жауынгер еді. Ол өзінің отбасылық трагедиясынан кейін қызметінен кетіп, осы жерде тыныш өмір іздеген болатын. Екі қорлықтың шегі. Бір күні кешке Батыр бастаған көлеңкелер тобы Ерлан істейтін логистикалық орталыққа келіп, орталықтың басшысына қоқан-лоқы көрсетіп, ақша талап етті. Басшылық олардың алдында жалынып, ақша төлеуге мәжбүр болды. Алайда Батырға бұл аз көрінді. Ол орталықтың қарт күзетшісін, Ерланның досы әрі ағасы саналатын Қасым ағаны себепсіз жерге құлатып, аяусыз тепкіледі. «Мынау ма сендердің күзетшілерің? Қоқыс!» деп бақырды Батыр Қасым ағаның бетіне түкіріп. «Егер ертеңге дейін тағы 2 есе ақша келмесеңдер, мына мекемені жермен жексен етеміз». Ерлан сол сәтте қойманың есігінен шыға берді. Ол Қасым ағаның қанға боялған жүзін, Батырдың тәкаппарлықпен күліп тұрғанын көрді. Оның жүрегіндегі тыныштық бірден жойылды. Ол көп жылдар бойы тұншықтырып келген жауынгерлік рухы қайтадан оянды. Үш тәртіптің оралуы. Батыр Ерланды байқап қалды да. «Ой, тағы бір еркек шықты ма? Сен де Қасымдай болғың келе ме?» деді кекесінмен. Ерлан Қасым ағаны орнынан тұрғызып, орындыққа отырғызды. Оның қимылдары өте сабырлы әрі сенімді еді. Батырдың оққағарлары Ерланды қоршауға алды. Олар оны бір сәтте еденге жатқызып тастауға дайын еді. «Аға, отыра тұрмыз», деді Ерлан дауысы суық шығып. Ол Батырға қарай бұрылды. «Сендер өздеріңді қожайынмын деп ойлайсыңдар, бірақ сендер тек заңсыздықпен күн көретін бұзақыларсыңдар. Адамды қорлау сендердің қауқарсыздықтарыңның белгісі». Батыр таңғалып күліп жіберді. «Сен не айтып тұрсың? Жігіттер, мынаны тыныштандырыңдаршы». Оққағарлардың бірі Ерланның иығынан ұстап соққы бермекші болды. Бірақ Ерланның жылдамдығын ешкім болжай алмады. Көз ілеспес сәтте ол күзетшінің қолынан ұстап, иығын шығарып тастады, сосын екінші соққымен оны еденге сұлатты. Қалған екеуі бірден ұмтылды. Ерланның әрбір қимылы өнер туындысы секілді. Ол ешкімге артық зиян тигізбестен, оларды дәл нүктелерінен ұрып, ес-түссіз қылды. 4 көзқарастар қақтығысы. Енді бөлмеде тек Ерлан мен Батыр қалды. Батырдың жүзіндегі күлкі жоғалды. Ол тапаншасына қол созды, бірақ Ерлан одан әлдеқайда жылдам еді. Ол Батырдың қолынан шап беріп ұстап, оны темір есікке қарай итеріп, мойнынан қысты. «Сен менің кім екенімді білмейсің, Батыр, мен сендер сияқты мыңдаған бұзақыны көргенмін. Менің алдымда сен ешкім емессің. Егер Қасым ағаға немесе осы мекемеге тағы бір рет қауіп төндірсең, мен саған заңның емес, өз жауынгерлік ережелерімнің не екенін түсіндіремін». «Кет», деді Ерлан оны есіктен лақтырып жіберіп. Батыр дірілдеп орнынан әрең тұрды. Ол Ерланның көздеріне қарады да іштей қорқыныш сезінді. Ол мұндай көзқарасты өмірінде бірінші рет көрді. Бұл адам өз өмірінде, өзгелердің өмірінде қорғауға дайын тұрған, ешқандай қорқынышы жоқ нағыз офицердің көзқарасы.
5. Қорқыныштың басталуы. Батыр көлігіне отырып асығыс жүріп кетті. Ол ашу мен ызадан жарылардай болды. Сенің кім екеніңді білемін деп күбірледі ол. Сен жай ғана күзетші емессің. Мен сенің кім болғаныңды тауып, сенің барлық өткеніңді жоямын. Ал логистикалық орталықта Ерлан Қасым ағаға су ішкізіп жатты. Ол бұл оқиғаның осымен бітпейтінін жақсы білді. Батыр тек құрбандық шалатын алғашқы адам. Ол артындағы үлкен күшті олигархтардың желісін оятатынын түсінді. Ерлан өз шкафынан ескі шаң басқан сөмкесін шығарды. Оның ішінде арнайы жасақтың киімі емес, тек ең қажетті тактикалық құралдары жатыр еді. Ол дайын болуы керек. Кек пен қорлықтың соңы үлкен үрейге ұласатынын ол сезді. Бұйрық болмаса да мен бұл жердегі тәртіпті өз қолыма аламын, деді ол іштей. Қаланың тұманы одан сайын қалыңдап, алдағы қанды шайқастың басталуын жасырып жатқанда екі бөлім. Бір түндегі кеңес, қорқыныштың алғашқы белгісі. Батырдың зәулім үйі. Ол өзінің көлеңкелер тобының ең жақын деген 3 сенімді серігімен астыртын кеңес құрып отыр. Оның бетіндегі ісікпен көгерген жерлер кешегі күзетшімен болған айқастың айғандай. Батырдың тәкаппарлығы сынды, бірақ кек алу сезімі оны оттай жандырып бара жатты. Ол жай ғана күзет емес, деді Батыр, столды жұдырығымен ұрғылап. Мен оның көздерінен өлімді көрдім. Ол біздің оққағарларды балаларша ойнатып тастады. Егер оны дереу жоймасақ, ертең-ақ ол біздің қалған шаруаларымызға да кедергі болады. Біз оның кім екенін анықтадық, деді тобының миы саналатын Самат. Ол планшетін Батырға қарай итерді. Ерлан Омаров 7 жыл бұрын бүркіт арнайы жасағынан кеткен. Не үшін кеткені құпия, бірақ оның қызметіндегі жолы тек қанды шайқастар мен ерекше тапсырмалар. Ол өлтіру өнерінің шебері. Оны ашық айқасқа шығару, өзімізді өлімге итермелеу. Батырдың көздері сығырайды. Ол өздерінің физикалық күшімен оны жеңе алмайтынын түсінді. Оған айла-шарғы, қорқыныш және аяусыздық қажет болды. Жақсы, егер оны тікелей ала алмасақ, оның әлсіз тұсын табамыз. Оның кіммен араласатынын, кімді жақсы көретінін, қайда баратынын біліңдер. Ол логистикалық орталықта отырма. Тамаша, біз оны сол жерден құрсауға аламыз. Бірақ бұл жолы ашық емес, астыртын. Біз оны қорқытып, өзінің орнын түсінуге мәжбүрлейміз. 2 қақпан құрылуда. Ерланның сезімі. Ерлан сол түні логистикалық орталықта ауысымда тұрды. Ол Қасым ағаны үйіне дейін шығарып салып, қауіпсіздігіне көз жеткізді. Қасым ағаның ауруына байланысты дәрі-дәрмегінде алып берді. Ерлан, балам, олар қайтып келеді. Батыр жайлы адам емес, ол сені жай қоя салмайды, деді қарт күзетші дауысы дірілдеп. Уайымдамаңыз, аға. Олар маған емес, өздеріне қауіп төндіріп тұр. Сіз үйіңізде болыңыз, ал орталықты мен бақылаймын, деп Ерлан оны тыныштандырды. Ерлан орталыққа оралғанда оның инстинкті тағы да дабыл қақты. Орталықтың маңындағы көліктердің қозғалысы, күзетшілердің жиі айналаны тексеріп жүруі бәрі өзгеше еді. Ерлан мониторларға қарады. 1-2 камера техникалық ақау сылтаумен өшіп қалған. Ол бұл ойынның басталып кеткенін білді. Ол тез арада өзінің ескі тактикалық дағдыларын іске қосты. Қойманың ішіндегі жарықтарды сөндіріп, өзі көлеңкеге жасырынды. Ол көлеңкелердің оны ашық жерде емес, осындай қараңғы қойма ішінде іздейтінін сезді. 3 қараңғылықтағы айқас, үрейдің басталуы. Түнгі сағат 03:00. Батырдың жігіттері қойманың ішіне кірді. Олар бұл жолы өте сақ, қолдарында дыбыс өшіргіші бар тапаншалар мен түнгі көру құралдары бар. Олардың мақсаты Ерланды ұрлап әкету. Ол осы жерде болу керек, деп сыбырлады Самат. Бірақ олар қойманың ішіне кірген бойда Ерланның алдын ала құрып қойған қарапайым да өте тиімді тұзақтарына тап болды. Ерлан жүк тиегіш крандардың арасына жіңішке сымдар тартып, оларға темір банкалар мен дабыл қағатын заттарды іліп қойған еді. Бір қате басылған қадам бүкіл қоймадағы жаңғырықтың көбеюіне алып келді. Кім бар? Деп айқайлады топтың бірі.
Жауаптың орнына жоғарыдан кранның үстінен ерланның темір шынжыры түсіп, оның қолындағы қаруын жұлып әкетті. Ерлан қараңғылықтың ішінде өте жылдам қимылдады. Ол жауларының бірін екіншісіне соқтырып, олардың арасындағы байланысты үзіп тастады. 4 адамға қарсы 1 адам. Бірақ бұл жерде Ерлан қожайын болатын. 4 қорлықтың жауабы орныңды біл. Топтың ішіндегі ең жас дегені Ерланды көріп қалып, оқ атпақшы болды. Бірақ Ерлан оның қолын бұрап, оны бағанға қарай итерді. Батырға сәлем айт, деді Ерлан суық үнмен. Оған айт, егер ол тағы бір рет осы жерге аяқ басса, мен оның барлық қалалық империясын ашық түрде құлатамын. Менің өткенімді іздегенше, өзінің болашағының неге айналатынын ойласын. Ол топтың басшысын жерге құлатып, қолына тапаншаның оқтарын төгіп тастады. Мынау саған ескерту. Егер тағы келсеңдер, бұл оқтар сендердің денелеріңде болады. Көлеңкелер қорқыныштан есеңгіреп, қаруларынсыз өздерінің таяқ жегенін де ұмытып қоймадан қашып шықты. Ерлан олардың артынан оқ атпады. Ол олардың осы қорқынышпен батырға баруын қалады. Қорқыныш кез келген қарудан да күштірек қару еді. 5 үрейдің өршуі. Батырдың соңғы шекарасы. Батыр өз жігіттерінің қорыққаннан естері шығып, қарусыз, қан жоса болып келгенін көргенде, оның ашуы үрейге айналды. Бұл енді жай ғана төбелес емес еді. Бұл оның беделінің түпкілікті құлауы. Ол мені қорлады, деді Батыр өз-өзіне сыбырлап. Ол менің барлық жоспарымды біледі. Ол менің қаладан кетуімді күтіп жүрген жоқ. Ол мені осы жерде күтіп тұр. Ертеңіне қаланың барлық жерінде Батырдың жемқорлықпен жасаған істерінің құжаттары көше бойындағы жарнама тақталарына, тіпті әкімшілік ғимараттарының есігіне ілініп қалды. Ерлан тек оларды сабап қана қоймай, олардың бүкіл зұлымдығын әшкерелейтін барлық дәлелдерді жинап үлгерген еді. Қала тұрғындарының арасында Батырға деген жек көрушілік пен Ерланға деген құпия Батыр ретіндегі сенім арта бастады. Ал Батыр болса, енді өз үйінде де, өз қаласында да тыныш жүре алмайтынын сезді. Ерланның қорғанысы енді тек логистикалық орталық емес, бүкіл қаланың әділдігі болатын. Енді Батырдың қашатын жері қалмады. Ол Ерланның темір тәртібінің ішіне толықтай кіріп кеткен еді. 3 бөлім: әшкерелеу және қашып барған қақпан. Бір әшкереленген империя. Батырдың таңертеңгілік қорқынышы шындыққа айналды. Оның барлық заңсыз келісімдері, жемқор шенеуніктермен байланысы, тіпті оның жеке басының қылмыстық тарихы да Астананың басты жаңалықтар порталдары мен әлеуметтік желілерінде жарқ ете қалды. Ерлан бұл құжаттарды жай ғана таратқан жоқ, ол оларды мемлекеттік органның арнайы қорғалатын жүйелеріне де жіберіп үлгерген еді. Батырдың зәулім коттеджінің алдында енді қымбат көліктер емес, тергеу комитетінің көк түсті қызметтік көліктері тізіліп тұрды. Оның айналасындағылар бірден өз қорғаныстарын жасап, Батырды жала жабудың құрбаны деп көрсетуге тырысты. Бірақ дәлелдер соншалықты нақты еді. Қол қойылған құжаттардың көшірмелері, аудиожазбалар және заңсыз қаржы ағындарының тізімі. Батыр өз үйінің терезесінен сырттағы дүрбелеңді бақылап тұрды. Оның әлемі күл-талқан болды. Ол үшін бұл жай ғана сот ісі емес, бұл өмірінің соңы. Оның бүкіл билігі, көлеңкелер тобының беделі, бәрі Ерланның сол бір түнгі әрекетінен кейін құлдырай бастады. 2 қорғансыз қалған көлеңке. Батырдың тобы енді тек өз басын сауғалаумен әлек. Олардың көбісі тергеуге шақырылып, өздерінің қылмыстарын мойындап жатты. Батырдың оң қолы Самат та өз басын аман алып қалу үшін қожайынның барлық құпиясын айтып беруге дайын еді. Біз ол күзетшіні жеңе алмаймыз, деді Самат тергеушіге. Ол адам емес. Ол біздің әрбір қадамымызды алдын ала біліп отырды. Біз не істесек те, ол бізден 3 қадам алда жүрді. Ол бізді қаланың ішіндегі өз тұзағымызға түсірді. Батыр болса, осы сәтте үйінің артқы есігінен шығып, қаланың ең тығыз, ең лас аудандарына қарай жасырын жолмен қашып кетті. Ол Ерланның барлық темір тәртібінен қашып құтылғысы келді.
Бірақ ол білмеді, ерлан оны қайда баратынын, не істейтінін баяғыда есептеп қойған еді. Үш батырдың жасырынған мекені. Батыр қаланың шетіндегі ескі тастанды құрылыс алаңына тығылды. Мұнда ол бұрыннан дайындап қойған жасырын қоймасы бар еді. Ол жағдайдың тынышталғанын күтіп сыртқа шықпауға бел буды. Қолындағы жалғыз зат қашып жүріп алған көлемді ақша мен жасанды төлқұжат. Ол құрылыс алаңының 4-ші қабатындағы тар бөлмеде отырып, ерланға деген ызасынан әлі де булығып жатты. Мен сені табамын, күзетші. Тіпті осы өмірдің соңы болса да, мен сенің тыныштығыңды жоямын. Менің империям құласа, сенің өміріңді де бірге алып кетемін. Деді ол іштей арбасып. Ол бөлменің ішіндегі жасырын бақылау камераларын қосты. Ол айналаны толық бақылап отырды. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес еді. Сырттан келіп жатқан дыбыстар тым-тыныш, тіпті желдің өзі де осы ғимараттың ішіне соқпайтын сияқты. 4 ерланның аңшылығы темір тордың ішінде. Ерлан құрылыс алаңына келгенде, ол асыққан жоқ. Ол батырдың қай жерде екенін, оның қалай ойлайтынын бұрынғы офицерлік дағдысымен толық талдап шықты. Ерланға қарудың қажеті болмады. Батырды жеңу үшін оған тек психологиялық қысым мен нақты тактика қажет еді. Ерлан ғимараттың ішіне кіргенде, ол лифт шахтасын емес, жасырын баспалдақтарды қолданды. Ол әрбір басқан ізін тексеріп, жаудың камераларын байқатпай өтіп отырды. Батырдың экрандарында Ерлан көрінбеді. Ерлан жаудың көзінде алдап өтті. Батыр бөлмеде отырып мониторға қарады. Ешкім жоқ. Мен аман қалдым деп жеңіл дем алды ол. Бірақ сол сәтте бөлменің ішіндегі шамдар бір-бірлеп сөне бастады. Үлкен бөлме қараңғылыққа бөленді. 5 қақпаның жабылуы. Батыр орнынан атып тұрды. Ол қолындағы тапаншасын кезеді. Кім бар? Шық, деп бақырды ол. Жауаптың орнына бөлменің бұрышынан Ерланның сабырлы дауысы естілді. Мен мұндамын, Батыр, сенің қашып кеткен жерің сенің соңғы тұрағың. Бұл жерден ешкімде, ештеңе де сені құтқара алмайды. Бұл сенің өз қолыңмен салған түрмең. Батыр қараңғылыққа оқ атты. Бірақ оқтар бос қабырғаға тиді. Ерлан оның жанында еді. Ол Батырдың қолынан шап беріп ұстап, тапаншаны қолынан жұлып алды. Батыр жерге сұлап түсті. Ерлан оның бетіне жарық шамды түсірді. Сенің империяң, сенің ақшаң, сенің күшің бәрі осы жерде аяқталды. Ендігі кезек жауап беру. Полиция ғимараттың айналасын қоршап үлгерді. Сенің қашатын ешқандай жолың жоқ. Сенің темір тәртібіңнің соңы осымен аяқталды, деді Ерлан. Батырдың көздеріндегі үрей шегіне жетті. Ол құтқарушы күтіп жатқан ғимараттың есіктерін полицияның қалың тобы ұрып жатқан дауысы естілді. Ең бастысы, ол өз еркімен берілмесе де, Ерланның алдында толықтай жеңілгенін мойындады. Темір тәртіп енді заңның қолына өтті. 4 бөлім, тұңғыш құлау және жаңа ойыншылар. Бір қамалдың құлауы, заңның жеңісі. Полицияның арнайы жасағы ғимараттың есіктерін бұзып кіргенде, олар Батырды жерде қозғалыссыз жатқан күйінде тапты. Ерлан бөлменің қараңғы бұрышына жасырынып, ешкімге байқалмай шығып кеткен еді. Ол өз ісін жасады, Батыр енді заң алдында жауап береді. Батырдың бұрынғы оққағарлар мен жемқор серіктестері тергеушілердің сұрақтарына жауап беруден басқа амалдары қалмады. Батырдың империясы іштен де, сырттан да құлап шашылып жатты. Астананың барлық газеттерінде темір тәртіптің құлауы, қылмыстық топтың басшысы қолға түсті деген тақырыптар жарыса жазылды. Халық бұл оқиғаны үлкен қуанышпен қарсы алды. Ерланның ерлігі жайлы әңгімелер жартылай аңызға, жартылай сыбысқа айналды. Дейін. 2 тыныштықтың жалғандығы. Ерлан логистикалық орталықта өз жұмысын жалғастырып жүрді. Қасым ағамен бірге шай ішіп, әдеттегідей қарапайым өмірін сүргендей болды. Бірақ ол бір нәрсені анық сезді. Тек үлкен айсбергтің бір ғана ұшы болды. Батырдың артында тұрғандар, оның бүкіл қаржылық жүйесін басқарған нағыз ойыншылар әлі де еркіндікте. Бір күні кешке жұмыстан шығып келе жатқанда, Ерланның алдынан қара көлік тоқтады. Одан шыққан адам қарапайым бизнесмен емес, әскери өшпенділік пен салқынқандылықты сезінетін нағыз офицер еді.
Бұл ұлттық қауіпсіздік саласындағы ең жоғары лауазымды тұлғалардың бірі, генерал Сәрсенбаевтың сенімді адамы, полковник Әлихан еді. Майор Омаров, деді полковник Ерланды көлікке шақырып. Сенің жасағандарыңды жоғары жақ байқады. Батырды алу оңай болған жоқ, сен оны шебер жасадың. Бірақ бізде үлкен мәселе бар. 3 жасырын тапсырма, көлеңкедегі жау. Ерлан көлікке отырды. Ол бұл адамдардың не үшін келгенін бірден түсінді. Батырдың артындағылар туралы айтып жатырсыз ба? Деді Ерлан салқын үнмен. Дәл солай, деді полковник Әлихан. Біз Батырды алдық, бірақ оның ақша аударымдарын зерттегенде олардың үлкен желіге қатысы бар екенін анықтадық. Бұл желі мемлекеттің ішіндегі мемлекет. Олар қазіргі жағдайдан кейін іздерін жою үшін үлкен операция бастады. Бізге сендей адам қажет. Ерлан, сенің бүркіттегі тәжірибең, қазіргі өмірдегі жасырын аңшылық қабілетің бізге ауадай қажет. Ерлан үндемеді. Ол бұл тапсырмаға барса, өз тыныштығынан мәңгілікке айырылатынын білді. Бірақ бұл жолы ол тек Батыр емес, бүкіл жүйемен соғысуы керек еді. 4-7 басты айдаһар. Полковник оған планшетін көрсетті. Онда 7 адамның суреті тұрды. Бұлар синдикат жетекшілері. Әрқайсысының өз саласы бар: қаржы, қару-жарақ, медиа, энергетика, құрылыс. Олар бір-бірімен тығыз байланыста. Батыр солардың біреуінің ғана аяғы болатын. Енді олар өздерін қауіпті сезініп тазалауды бастады. Олар кез келген адамды, кез келген ұйымды жойып жіберуге дайын. Ерлан 7 суретке мұқият қарады. Ол олардың ішінде өзіне таныс әрі бұрынғы қызметінде кездескен адамдардың бар екенін сезді. Бұл жай ғана қылмыстық топ емес, бұл бүкіл елдің тағдырын өз уысында ұстағысы келетін саяси қылмыстық блок еді. 5 шешім, соңғы қадам. Ерлан көліктен түсті. Ол полковникке қарап, байыпты түрде: мен бұған келісемін. Бірақ бір шартпен, мен ешкімге бағынбаймын. Мен өз әдісіммен жұмыс істеймін. Маған ешқандай жоғары жақтан бұйрық емес, тек ақпарат берсеңіздер болды. Ал қалғанын мен өзім реттеймін. Полковник Әлихан ризашылықпен басын изеді. Келістік, Омаров, сенің көлеңкедегі ерлігің біз үшін маңызды. Саған бүгіннен бастап ресми рұқсат берілді, бірақ құжат жүзінде сен жоқ адамсың. Егер ұсталсаң, біз сені танымаймыз. Ерлан көліктің есігін жауып, түн қараңғылығына қарай бет алды. Ол енді тек Батырмен емес, бүкіл бір айдаһармен соғысатын болады. Оның темір тәртібі енді бүкіл елге жайыла бастады. 5 бөлім. Көлеңкедегі қарсылас және бірінші нысана. Бір түндегі аңшының аңдуы. Астананың түнгі оттары Ерлан үшін енді сәулетті қала емес, үлкен аң аулау алаңы. Ол 7 суретті, 7 нысананы жаттап алды. Олардың біріншісі синдикаттың қаржылық ағындарын басқаратын сырттай өте құрметті, бірақ іштей қара түнекке толы адам, қаржы магнаты Төленов. Төленов өзінің оққағарларымен қаланың ең қымбат мейрамханаларының бірінде құпия кездесу өткізіп жатты. Ерлан мейрамхананың қарсысындағы жасырын бақылау бекетінен, қалалық ғимараттардың бірінің шатырынан оны бақылап отырды. Төленовтың айналасында 10 шақты кәсіби жалдамалы күзетші жүр. Бұл жай ғана күзет емес, бұл кәсіби арнайы жасақ мүшелері. Олар Ерланның келетінін сезгендей өте сақ қимылдайды. Төленов: сенің уақытың өтіп барады, деді Ерлан винтовкасының дүрбісімен нысананы дәлдеп. Ол оқ атпады. Ол жай ғана олардың қорғаныс жүйесін зерттеді. 2 қарсыластың әрекеті. Төленов кенеттен мейрамханадан шығып жеке көлігіне қарай жүрді. Ол асығыс еді. Оның әрекеттерінен үрей байқалады. Ол бірдеңені сезді. Кенеттен Ерланның рациясынан Мадиярдың дауысы шықты. Ерлан: тоқта. Төленовке шабуыл жасауға болмайды. Бұл тұзақ. Сенің мейрамхананың шатырында екеніңді олар біліп қойды. Олар сені күтіп отыр. Ерлан дереу винтовкасын жинап шатырдан төменге қарай секірді. Дәл сол сәтте ол жасырынып тұрған желдеткіш құбырдың жарылғанын естіді. Бұл снайперлердің оғы емес, арнайы жасақтың оны жоюға арналған жарылғыш еді. Ерлан секундтың үлесімен ғимараттың ішкі жағына секіріп үлгерді. Шатыр быт-шыт болып жарылды.
үш тұзақтан шығу ерланның тактикасы. Ерланның ғимарат ішіндегі қозғалысы өте жылдам еді. Ол өрт баспалдақтары арқылы төменге құлдилап түсті. Төменде оны оқ жаудырған ондаған адам күтіп тұрды. Олар Ерланды екі жақтан қоршап қашуға мүмкіндік бермеді. Ол ғимарат ішінде. Есіктерді жауыңдар, деп бақырды жаулардың басшысы. Ерлан ғимараттың электр жүйесін тауып, бүкіл қабаттың жарығын өшірді. Қараңғылықта олар үшін Ерланды табу мүмкін емес еді, ал Ерлан үшін олар жай ғана жарқыраған жылу нысаналары. Ол олардың ортасына түсіп, өз дағдыларын іске қосты. Қараңғылықтағы айқас бірнеше минутқа созылды. Арыстан қайтадан оянды. Ол жауларын бір-бірлеп бейтараптандырып, ғимараттан аман есен шығып кетті. 4. Төленовтің қателігі. Төленов өз көлігінде отырып, ғимараттың жарылғанын көргенде мәз болды. Ол өлді деді ол сеніммен. Бірақ оның көлігінің артқы орындығында кенеттен Ерлан пайда болды. Ол ғимараттан емес, дәл Төленовтің көлігінің төбесінен түскен еді. Ерлан Төленовтің мойнына пышағын тақап, үнсіз. Жүргізуші көлікті тоқтатпай жүре бер деді. Төленовтің жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол көзін ашып жұмғанша қасында Арыстанның пайда болатынын күтпеген еді. Сен қалай? Деді Төленов дауысы дірілдеп. Мен сенің әрбір қадамыңды бақылап жүрмін. Төленов енді менің сұрақтарыма жауап беретін кез келді. 5. Ақиқатқа жол. Ерлан көлікті қаланың сыртындағы қараусыз қалған қоймаға тоқтатты. Төленовтің көзін байлап, оны орындыққа отырғызды. Ерлан оның бетінен масканы шешті. Төленов, синдикат кімге бағынады? Ұлы сәулетші кім? Егер сен бүгін шындықты айтпасаң, мен сені полицияға тапсырмаймын. Мен сені өзімнің темір тәртібіммен жазалаймын. Төленовтің көзіндегі қорқыныш Ерланның сөзінен кейін одан сайын күшейді. Ол өлімнен емес, Ерланның әділетінен қорықты. Оның есімі бәріне белгілі, бірақ ешкім сенбейді. Ол Қазақстанның ең құрметті саясаткері Мұхамедов. Ол барлық тіпті сенің бұрынғы қызметіңдегі бүркіт жасағында бақылауында ұстаған. Ерланның қаны басына шапты. Оның бұрынғы жасағы, оның өмірі, оның өткені бәрі осы адамның қолында болған ба? Ол бұл жауапты естігенде өз әділеттілігінің шекарасын кеңейте түсті. Енді бұл жай ғана қылмыс емес, бұл мемлекеттің жүрегіндегі іріңді жараны емдеу еді. Ерлан алғашқы басты нысананы алды, бірақ алда одан да үлкен, одан да қауіпті айдаһар күтіп тұр еді. 6 бөлім. Мемлекет жүрегіндегі қауіп және бір саяси сатқындықпен Арыстанның ызасы. Төленовтің Мұхамедов туралы сөздері Ерланның миында жаңғырып тұрды. Мұхамедов ұлттық қауіпсіздік мәселелерін шешетін, халық алдында мемлекет қорғаны болып жүргізаткер. Оның бүркіт жасағына тікелей қатысы болуы Ерланның өткендегі көптеген жұмбақтардың шешімін тапқандай болды. Неге жасақ таратылды? Неге оның жақын достары қызметтен заңсыз шеттетілді? Бәрі Мұхамедовтың билікке жету жолындағы баспалдақтар екен. Сен бәрін білесің, деді Ерлан Төленовке қарай иіліп. Қалайша барлық жүйені өз қолыңа алдыңдар? Төленов әрең дем алып сөйлей бастады. Біз жүйені алмадық, Ерлан, біз жүйенің ішіндегі іріңді өсірдік. Мұхамедов бүркітті өзіне қауіп төндіретін күш деп білді. Ол жасақтың ішіне өз адамдарын кіргізіп, сендердің тапсырмаларыңды бұрмалады. Сендердің әрбір сәтсіз операцияларың оның саяси ұпай жинауына септігін тигізді. Ал сен, Ерлан, сен оған ең көп кедергі келтіргенің үшін ғана қуғындалдың. Ерланның қолы жұдырыққа түйілді. Ол жай ғана қылмыскерлермен емес, мемлекеттің ішіндегі қара құрттармен соғысып жатқанын түсінді. Ол Төленовтің аузын байлап, оны қауіпсіз орынға апарды. Ендігі кезек Мұхамедовтың жеке кабинетіне еніп, оның қылмысын бүкіл елге жариялау. Екі қаланың екінші тынысы ұрыс алаңына айналған Астана. Төленовтың жоғалуы және оның құпия ақпараттарды айтып қойғаны Мұхамедовтың лагерінде дүрбелең тудырды. Олар Ерланның қайда екенін білмесе де, оның соққысын қай жерден күту керектігін түсінді. Астанадағы барлық полиция бөлімдеріне, арнайы жасақтарға қауіпті террорист ретінде Ерлан Омаровты ұстау немесе жою туралы жасырын бұйрық берілді.
Қала іші полиция сиреналарынан көз ашпады. Ерлан үшін бұл жаңа сынақ. Ол енді тек жаулармен емес, адасқан әріптестерімен, полиция қызметкерлерімен де бетпе-бет келеді. Ол өзінің темір тәртібін бұзбай, ешбір жазықсыз адамға зиян тигізбеуі керек. Ол көшелерді, ғимараттардың шатырларын қолдана отырып, қаланың орталығына қарай жасырын жылжыды. Үкімет үйіне ену — бүркіттің соңғы миссиясы. Мұхамедовтің кеңсесі орналасқан үкімет үйі қаладағы ең қорғалған жер. Бірақ Ерлан үшін бұл жер таныс. Ол осы ғимараттың құрылысына да, оның ішкі қауіпсіздік жүйесінің жобасына да бұрынғы қызметінде қатысқан еді. Түн ортасы. Ерлан желдеткіш шахталар арқылы ғимараттың ішіне енді. Ол кәсіби ұрылар сияқты емес, нағыз елес сияқты қозғалды. Түнгі күзетшілердің ауысатын сәтін күтіп, ол Мұхамедовтың жеке кабинетіне кірді. Кабинет іші тыныш. Мұхамедовтың үстелінде құпия құжаттар жатыр. Ерлан оларды тез арада сканерлеп Мадиярға жібере бастады. Мұнда бүркіт жасағының таратылуына қатысты барлық бұйрықтар, Мұхамедовтың офшорлық есепшоттары және шетелдік барлау қызметтерімен жасаған құпия келісімдері бар еді. 4. Мұхамедовпен бетпе-бет, кек пен әділет. Ерлан құжаттарды жүктеп болғанда кабинеттің есігі ашылды. Ішке Мұхамедов өзі кірді. Ол ашулы еді, өйткені ол өзінің қауіпсіздік қызметінен Ерланның қалаға кіргенін естіген болатын. Сен бәрібір келетініңді білдім, Ерлан, деді Мұхамедов. Оның қолында тапанша жоқ, тек сынық күлкі бар еді. Сен білесің бе, сен неге жеңілесің? Өйткені сенің артыңда ешкім жоқ. Менің артымда бүкіл жүйе тұр. Сенің құжаттарыңды ешкім жарияламайды, сені жай ғана атып тастаған террорист етіп көрсетеді. Ерлан сабырлы түрде Мұхамедовке жақындады. Жүйе адамдардан тұрады, Мұхамедов, ал адамдардың намысы сенің ақшаңнан бе? Мен бұл құжаттарды саған емес, бүкіл халыққа жібердім. Дәл осы секундта бәрі интернетте жарияланып жатыр. Мұхамедовтың жүзі бозарып кетті. Ол ноутбугын ашып, әлеуметтік желілерді тексерді. Шынында да барлық жерде оның қылмыстық әрекеттері көрсетіліп жатқан еді. Халық жинала бастады, үкімет үйінің алдында наразылықтар туындады. 5. Қорғансыз билік, темір тәртіптің соңғы шегі. Мұхамедов өзін жоғалтып алды. Ол тапаншасын суырып, Ерланды атпақшы болды. Бірақ Ерлан оның қолын баяулатып, оны тағы да жеңді. Бұл жолы ол Мұхамедовты өлтірмеді, ол оны полицияның қолына, бүкіл халықтың алдына тапсырды. Ерлан ғимараттан шыққанда, полиция жасақтары оны қоршап алды. Бірақ олардың көздерінде жек көрушілік емес, күмән мен құрмет бар еді. Ерлан қолын жоғары көтеріп жай ғана: мен өз ісімді жасадым. Енді заңның өзі шешсін, деді. Ол қамауға алынды. Бірақ бұл Ерланның жеңілісі емес еді. Бұл оның темір тәртібінің бүкіл елге жайылған сәті болатын. Мұхамедовтың құлауымен бірге жүйе де тазартыла бастады. Ерлан түрмеде отырса да, ол жеңімпаз еді. 7 бөлім, темір тордың ішіндегі арыстан. Бір түрме қабырғасы және қоршаған орта. Ерлан Омаровты қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау сылтауымен еліміздегі ең қатал режимдегі 18 колонияға, яғни қара бүркіт деп аталатын түрмеге жауып тастады. Мұндағы әрбір қадам бақылауда, әрбір сөз тыңдаулы. Мұхамедовтың желісі әлі де құдіретті еді, сондықтан олар Ерланды ешкіммен байланысқа шыға алмайтын жер астындағы өлілер камерасына жайғастырды. Түрменің іші нағыз тозақ. Мұндағы сотталғандардың дені өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар, қаны безер қылмыскерлер. Олардың арасында Мұхамедовтың астыртын бұйрығымен Ерланды жою үшін жіберілген жалдамалылар да аз емес еді. Ерланның өмірі енді әрбір секундында қауіпке толы болды. Бірақ Ерлан үшін түрме жай ғана қабырғалар емес, ол өз миссиясын орындайтын келесі кезең еді. Ол түрмедегі жемқорлықтың, әділетсіздіктің ошағын іштен тануға келгендей болды. 2. Күш сынасу, жасырын қақтығыстар. Түрменің ауласына шыққан алғашқы күннен ақ Ерланға қарсы белгі берілді. Қылмыстық әлемнің беделділері Мұхамедовтен сыйақы алу үшін Ерланды сындыруға бел буды.
Түскі ас кезінде 5 бірдей алып денелі сотталған Ерланды асхананың бұрышына қарай итерді. Олардың мақсаты Ерланды жай ғана ұру емес, оны мүгедек етіп, басшылыққа ол өз еркімен берілді деген сылтау айту. Ерланның қимылы осы жолы мүлдем басқаша болды. Ол күш қолданбады, ол тек қорғанысқа көшті. Әрбір соққыны оның өзінің серпілісімен, өзінің күшімен қайтарып отырды. Бір сәтте ол жауларының бірін екіншісіне соқтырып, еденге сұлатты. Оның бұл биі өте қысқа, әрі аяусыз еді. Асханадағы жүздеген сотталғандар сілтідей тынды. Олар өз көздеріне өздері сенбей, осы бір қарапайым офицердің қауқарлылығына таңдай қағысты. Ол ешкімді өлтірмеді, бірақ оның алдындағылардың бәрі қорқыныштан есеңгіреп қалды. 3 түрме ішіндегі жаңа одақтас. Осы оқиғадан кейін Ерланның беделі түрме ішінде бірден өсіп кетті. Түрменің көлеңкелі қожайыны саналатын 10 жылдан бері отырған қарт лақап атты адам Ерланды өзінің камерасына шақырды. Қарт Мұхамедовтың жүйесінен әділетсіздік көріп түрмеге түскен бұрынғы беделді заңгерлердің бірі еді. Сен не істеп жүргеніңді білемін, Омаров, деді қарт Ерланға шай құйып ұсына отырып. Мұхамедовтың қолы ұзын, бірақ ол түрменің ішіне толықтай билік жүргізе алмайды. Бұл жерде де әділеттілік бар, тек оны іздеу керек. Менде Мұхамедовтың қазіргі жасырын ақшалар мен оның сенімді серіктері туралы ақпарат бар. Олар сені түрмеден тірі шығармайды, бірақ менің одақтастарым арқылы сенің сыртқы әлеммен байланысқа шығуыңа мүмкіндік бар. Ерлан мен қарттың одағы түрме ішіндегі жаңа темір тәртіптің бастауы болды. Олар бірге түрмедегі жемқорлықты, күзетшілердің қылмыстық істерін әшкерелей бастады. Бұл ақпараттар сыртқа шыққан сайын Мұхамедовтың сырттағы достарының мазасы қаша түсті. 4 түнгі үрей, өлтірушілердің шабуылы. Түн ортасы. Түрме ішіндегі электр қуаты техникалық себептермен сөндірілді. Бұл Мұхамедовтың жалдамалыларының кезекті шабуылының бастамасы еді. Камераның темір есігі сырттан ашылып, ішке бетперде киген 2 күзетші кірді. Олардың қолында дыбыссыз тапаншалар бар еді. Ерлан олардың келе жатқанын әлдеқашан сезген болатын. Ол еденге жатып жасырынып жатты. Есік ашылған сәтте Ерлан есік артындағы темір таяқты пайдаланып біріншісінің тапаншасын жұлып алды. Екіншісі оқ атқанымен Ерлан оны қарттың камерасындағы төсекпен қорғанып, оның қаруын істен шығарды. Бұл шабуыл жай ғана қылмыс емес, бұл түрме басшылығының тікелей қатысуымен болған қылмыс еді. Ерлан бұл дәлелдерді жасырын камера арқылы жазып үлгерді. Ертеңгі таңда бұл жазба бүкіл елге тарайтын болады. 5 қорқыныштың шыңы, заңның оралуы. Ертеңіне таңертең түрмеге прокурорлар мен арнайы тергеу тобы келді. Түрме бастығының өзі қорқыныштан дірілдеп, өз кабинетінде отырды. Ерлан ұсынған дәлелдер соншалықты ауыр еді. Түрмедегі адам саудасы, Мұхамедовтың жалдамалыларына сені. Мұхамедовтың түрмедегі ықпалы бір сәтте жойылды. Түрме бастығы қамауға алынды, ал оның орнына әділеттілік іздеген жаңа басшылық тағайындалды. Ерлан түрмеде отырса да, ол осы қара бүркіттің нағыз қожайынына айналды. Бірақ Мұхамедовтың желісі әлі толық жойылған жоқ. Олар Ерланды түрмеден шығаруға, не болмаса түрменің ішінде жоюға тағы да бір жоспар құруда. Ал Ерлан болса өз темір тәртібін түрме қабырғасынан асырып, мемлекеттің ең биік шыңдарына қарай бағыттады. Оның соңғы шегінісі тек жеңіспен аяқталуы керек. 8 бөлім, қара бүркіттің күйреуі және сыртқы әлемдегі дүрбелең. 1 түрмедегі бүлік, Мұхамедовтың ақырғы картасы. 18 колонияның ішіндегі өзгерістер Мұхамедовтың қалған серіктерін ессіз күйге түсірді. Олар Ерланның түрме ішінде отырып ақ жүйені талқандап жатқанын түсінгенде, ашық соғысқа көшуден басқа амалдары қалмады. Түрме ішіндегі Мұхамедовке адал қалған жасырын топ еркіндіктегі қылмыскерлермен байланысқа шығып, үлкен бүлік, бунт ұйымдастыруды жоспарлады. Олардың мақсаты түрменің ішіндегі хаосты пайдаланып, Ерланды тәртіпсіздік кезінде қаза тапты деп жариялау еді. Бүлік басталғанда түрменің іші нағыз майдан даласына айналды. Ғимараттың әр бұрышынан айқай-шу, темірлердің сыңғыры мен өрттің жалыны көтерілді. Күзетшілердің көбі сасып, өз қорғаныс бекеттерін тастап қашты.
Ал Мұхамедовтың адамдары қолдарына заңсыз жолмен кіргізілген су қаруларды алып, Ерлан отырған камералық блокқа қарай лап қойды. Екі Ерланның стратегиясы тәртіпті орнату. Ерлан бұл жолы үнсіз қалмады. Ол түрменің қауіпсіздік жүйесінің ақауларын, қай жерде қандай есіктер бар екенін, қай жерде күзеттің қару-жарағы жатқанын қарт арқылы әлдеқашан біліп алған еді. Ол өзінің камерасынан шығып, басқа сотталғандарға: егер аман қалғыларыңыз келсе, маған еріңіздер. Бұл бүлік сендерді құтқармайды, сендерді тек құрбандық етеді, деп дауыстады. Ол түрменің ішіндегі бейтарап жатқан жүздеген сотталғандарды өз жағына шығарып үлгерді. Ерланның айбыны сондай, адамдар оның артынан еріксіз ілесті. Ол түрменің ішінде өзінің жеке арнайы жасағын құрды. Олар бүлікшілерге қарсы темір таяқтар мен қалқандарды қолданып, алғашқы қорғаныс шебін құрды. Бұл түрме тарихындағы ең таңқаларлық оқиға еді. Сотталғандар өздерінің түрмесін қылмыскерлерден қорғап жатты. 3 битва за блок, түндегі шайқас. Бүлікшілер блокқа жақындағанда, Ерланның жасағы оларды күтіп тұрды. Бұл соғыс өте қатыгез болды. Ерлан ортада жүріп, әрбір соққыны, әрбір қимылды бағыттап отырды. Ол адамдарды жарақаттамауға тырысты, оның мақсаты оларды залалсыздандыру ғана. Оның қасындағы қарт түрменің ішкі байланыс жүйесін қайта қосып, сыртқа, прокуратураға тікелей сигнал жіберуге тырысты. Ерлан олардың басшысы: анау Жалмауыз деген қылмыскер 8-ші блоктан келіп жатыр, деді қарт. Ерлан дереу блоктардың арасындағы жасырын өтпелі жолмен өтіп, бүлікшілердің басшысын бетпе-бет тоқтатты. Ол Жалмауыздың қолындағы пышақты бір-ақ қимылмен қағып түсіріп, оны тізе бүктірді. Бүкіл түрме іші тыныштала қалды. Көпшілік Ерланның батылдығына таңырқап, бүлікшілер өз қаруларын тастай бастады. 4 ақиқаттың сыртқа шығуы. Түрме қақпасының ашылуы. Таң атар-атпастан түрменің сыртында жүздеген тікұшақтар мен арнайы жасақ көліктері пайда болды. Бұл жолы Мұхамедовтың адал адамдары емес, Ерланның сенімді полковнигі Әлихан мен оның тәуелсіз тобы келді. Олар түрменің бүкіл ішкі жазбаларын, бүліктің себептерін көзімен көрді. Ерлан түрменің қақпасын өзі ашты. Ол алдында тұрған полковник Әлиханға қарап: тәртіп орнады, жолдас полковник. Бүлікшілер қолға түсті, дәлелдер камерада сақталған, деді сабырлы үнмен. Әлихан Ерланның алдында басын иді. Ол түрменің ішіндегі жағдайды көріп таңырқады. Ерлан түрмеде отырса да, ол мемлекеттің ең қауіпті қылмыскерлерін өз қолымен ұстап, жүйені тазартуда еді. 5 қорқыныштың кезекті сатысы: Мұхамедовтың ақыры. Бүліктің сәтсіздігі Мұхамедовтың саяси мансабының соңғы нүктесі болды. Оның түрмедегі адамдарының ашық әрекеті прокурорларға қарсылық білдіруге мүмкіндік бермеді. Мұхамедовтың кеңсесіне тінтіп жүргізіліп, оның түрмедегі жалдамалылар тобын қаржыландырғаны дәлелденді. Ерлан түрмеден шығарылды, бірақ бостандыққа емес, уақытша тергеу изоляторына, бірақ бұл жолы ол террорист емес, мемлекеттік куәгер ретінде. Дегенмен оған әлі де қауіп төніп тұр. Мұхамедов түрмеде отырып та, сырттағы 7 басты айдаһардың басқа мүшелерімен байланысқа шығып үлгерген еді. Енді Ерланның алдында одан да үлкен, одан да жасырын синдикаттың көлеңкелі басшылары тұрды. Ерлан өз темір тәртібінің ең маңызды кезеңіне, синдикаттың орталығына қарай бет алды. Ол енді түрме емес, бүкіл қаланы өзінің аңшылық алаңына айналдыруға дайын еді. 9 бөлім, синдикаттың құпия ордасы және Астанадағы айқастың шыңы. 1-2 тыныс: Мұхамедовтен кейінгі кезең. Мұхамедовтың түрмеге түсуі Астананың саяси сахнасында үлкен сілкініс тудырды. Алайда Ерланның ішкі сезімі оны алдамады. Синдикат тек бір басын жоғалтты, бірақ оның денесі қаржылық империясы мен ықпалды шенеуніктер желісі әлі де болса жұмыс істеп тұр. Ерлан арнайы тергеу изоляторынан шыққан кезде, оны полковник Әлихан емес, мүлдем басқа, беймәлім адамдар күтіп тұрды. Олар Мұхамедовтың қолында болған құпия, қара тізімді талап етті. Ерланның темір тәртібі енді тек қылмыскерлерге емес, биліктің төбесіндегі адамдарға да қауіп төндіре бастады. Ол тергеу изоляторынан шығысымен, оны жасырын түрде қаланың ең ескі, ең жабық ауданына, жер астындағы бұрынғы советтік бункерге апарды. Мұнда оны синдикаттың 2-ші басшысы, Астананың энергетикалық алпауыты,
жұмбақ тұлға Әділбек күтіп тұр еді. Екі Әділбектің ұсынысы сатқындық пен ақиқат арасында. Әділбек Мұхамедовтен әлдеқайда сабырлы әрі қауіпті адам. Ол Ерланға тапаншасын кеземей, керісінше онымен келіссөз жүргізуге тырысты. Ерлан, сен біздің жүйемізді бұздың. Мұхамедов ақымақ еді, ол билікке тым құштар болып өзін ашық тастады. Сен бізге керексің. Сенің қабілетің, сенің тактикаң біздің қауіпсіздігіміз үшін қызмет ете алады. Егер бізге қосылсаң, сен елдің ең жоғары лауазымды тұлғаларының бірі боласың. Сенің өткеніңдегі бүркіт жасағының таратылуына да біз көмектестік. Егер бізге қосылсаң, олардың әділетсіздігін өз қолыңмен түзетуге мүмкіндігің болады. Ерлан Әділбектің көзіне тік қарады. Оның дауысы суық әрі нық шықты. Сендер мемлекеттің қанымен қоректенетін паразитсіңдер. Сендердің ұсыныстарың менің өмірімдегі ең үлкен қорлау. Мен ешқашан сендермен бірге болмаймын. Егер мені өлтіру керек болса, қазір жасаңдар. Бірақ сендердің соңдарыңнан мен өзім келемін. Бункердегі төбелес, Ерланның шеберлігі. Әділбек белгі берген сәтте, бөлменің ішіндегі жасырын есіктерден ондаған қара киімді жалдамалылар шықты. Бұл жолы олар жай күзетшілер емес, синдикаттың жеке арнайы күштері қара сұңқарлар болатын. Олардың қимылы өте үйлесімді, әрі өлімді жоспарлауға дағдыланған. Ерлан бункердің ішіндегі жарықтандыруды тағы да істен шығарды. Ол үшін бұл жай ғана төбелес емес, өз жауынгерлік өнерін толық көрсететін алаң. Ол қабырғалардан секіріп, жауларының соққыларынан жалтарып, олардың қаруларын өздеріне қарсы қолданды. Әділбек бөлменің бұрышынан бақылап отырып, Ерланның әрбір қимылының артында қаншама жылғы тәжірибе жатқанын көріп, жүрегі шайлығып қалды. Ерлан бұл қара сұңқарларды небәрі 10 минуттың ішінде еденге жатқызып тастады. 4. Әділбектің қашуы және іздеу. Әділбек Ерланның өзіне қарай келе жатқанын көргенде, бункердің жасырын есігінен сытылып шығып кетті. Ол сыртқа шыққан бойда өз күзетшілерінің көлігіне отырып, қаланың орталығына қарай зулады. Ерлан оны қууға кірісті. Астананың көшелері түнде тағы да қуғын-сүргінге толы болды. Ерлан Әділбектің көлігін қаланың ескі өнеркәсіптік аймағына дейін қуып жетті. Әділбек көліктен шығып, үлкен зауыттың ішіне қарай қашты. Бұл зауыттың ең қауіпті ескірген цех еді. Ерлан оның соңынан түсті. Олардың арасындағы қашықтық азайып бара жатты. Ерлан Әділбектің қайда қашып бара жатқанын түсінді. Ол синдикаттың ең басты сервері орналасқан орталыққа бағытталған еді. 5 соңғы нысанаға қарай жол ашылды. Әділбек цехтың ортасындағы бақылау бөлмесіне кіріп, есікті ішінен құлыптап алды. Ол сол жерден синдикаттың барлық құпия мәліметтерін жоюды, не болмаса Ерланды тұзаққа түсіруді жоспарлады. Бұл сенің соңғы қадамың, Әділбек, деп айқайлады Ерлан есіктің арғы жағынан. Әділбек дауыссыз, үреймен бөлменің ішіндегі компьютерлерді өшіріп жатты. Бірақ ол Ерланның есікті талқандап емес, төбедегі желдеткіш арқылы кіретінін ойламады. Ерлан төбеден түсіп Әділбектің мойнынан шап беріп ұстады. Енді сен маған бәрін айтып бересің. Синдикаттың бастығы кім? Сендердің келесі қадамдарың қандай? Әділбек демі таусылып әрең сөйледі. Сен кеш қалдың, Ерлан, ол қазір қалада емес. Ол сені осы жерге әкелу үшін бәрін ұйымдастырды. Сен қазір оның ең үлкен тұзағындасың. Сол сәтте бүкіл зауыт ғимараты дірілдеп, есіктердің бәрі магнитті құлыппен жабылып қалды. Ғимараттың ішіндегі газ құбырлары ашылып, газдың иісі сезіле бастады. Ерлан өзінің темір тәртібінің ең ауыр сынағына тап болды. Енді ол тек жаумен емес, уақытпен және өліммен жарысу керек еді. 10 бөлім, от жалынындағы әділет және Астананың азаматтық азауы қорынды. Бір газеттегі өлім және отты цех, Ерланның шешімі. Зауыт ғимаратының іші газға толды. Ауадағы өткір иіс демалуды қиындатып көзді ашытты. Әділбек бөлменің бұрышында есеңгіреп отырса, Ерлан секунд санап жарылысқа жақындап келе жатқан ғимараттан шығудың жолын іздеуге кірісті. Магнитті құлыптар есікті мықтап жауып тастаған еді. Ерланның офицерлік тәжірибесі оған мұндай жағдайда ең әлсіз нүкте желдеткіш жүйесінің негізгі торабы екенін еске салды. Сен не істемексің? Бәрі бітті.
деп айқайлады Әділбек өлім алдындағы үреймен. Ерлан оған қарап: бәрі біткен жоқ. Бұл сендердің қылмыстарыңның соңғы нүктесі, деді де қолындағы тактикалық пышағымен бақылау панелінің сымдарын қысқа тұйықтады. Магнитті құлыптардың қуаты бір сәтке үзілгенде Ерлан есікті иығымен теуіп ашып Әділбекті сүйреп сыртқа шықты. Дәл сол сәтте цех ішіндегі газ тұтанып алып жарылыс болды. Ғимараттың қабырғалары сыртқа қарай жарылып, от жалыны астананың түнгі аспанын қызыл түске бояды. Екі қорытынды шайқас, синдикаттың соңғы өкілі. От жалынның арасынан шыққан Ерлан Әділбекті қауіпсіз жерге тастады. Бірақ бұл ойын әлі бітпеген еді. Жарылыстың дүмпуімен қатар қараңғылықтан қара түсті көліктер шығып, Ерланды қоршауға алды. Бұл синдикаттың ең соңғы әрі ең құпия қаруы жалдамалылардың элиталық тобы еді. Ерлан жаралы болса да, оның еркі өте мықты еді. Ол айналасындағы жауларын бір-бірлеп бейтараптандырды. Әрбір қимылында кек емес, әділетке деген сенім жатты. Ол жалдамалылардың басшысымен бетпе-бет келгенде, ол адамның жүзі таныс еді. Бұл Ерланның баяғыда әскери қызметте жүргендегі серігі болатын. Неге? Деп сұрады Ерлан таңырқап. Олар менің отбасымды ұрлады. Ерлан Мұхамедовтен де, Әділбектен де қауіпті адамдар бар. Сен оларды жеңе алмайсың, деді әлгі адам. Ерлан терең дем алып: мен сендердің отбасыларыңды құтқарамын. Бірақ бұл соғысты тоқтату керек. Мынау соңғы қадам, деді де оны да залалсыздандырды. 3 ұлы сәулетшінің маскасының сыпырылуы. Ерлан Әділбектің қалтасынан алынған сандық кілт арқылы синдикаттың бүкіл құпиясын әлемге жариялады. Ұлы сәулетші деп аталатын басшының кім екені ақыры белгілі болды. Бұл адам мемлекеттік деңгейдегі ең ірі реформатор саналатын, халықтың сүйіктісі Мұхаммедкәрім есімді тұлға еді. Ол өзін мемлекетті дамытушымын деп көрсетіп, шын мәнінде мемлекеттің байлығын синдикат арқылы шетелге тасып,